Ерте де жақсылық пен жамандық деген екі дос болыпты. Күндердің бір күнінде екеуі аттарын жегендеп, жол азығын деп жолға шығады. Сөйтіп тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын демде тауысады да жақсылыққа былай дейді: менің азығым таусылды, аштан өлмесем болды. Сонда мейірімді досы: келе ғой, онда екеуміз бөлісіп жейік деп өз тамағымен бөліседі. Сөйтіп жүріп екеуі де жақсылықтың бар тамағын таусылып жептеді. Мағай жамандықтың тағы да мазасы қаша бастайды. Ол мейірімді досына былай дейді: біздің азығымыз таусылды, менің қарным ашты, мен аштыққа шыдай алмаймын, жаяу жүруге жарамаймын, сенің атыңды сойып соны азық қылайық дейді. Жақсылық доста жаны ашып атын қойып береді. Өзі жаяу жүреді. Бұл етті таусылға аз қалады. Жамандық: енді маған бұның еш пайдасы тимес деген оймен жақсылықты жапан далада жалғыз тастап кетеді. Жалғыз қалған жақсылық арып, ашып, әбден қалжырап келіп жатқанда айдаладағы бір үйге кезік болады. Ішіне кірсе тірі жан жоқ. Бірақ ортада асылған ет толы бір қазан қайнап тұр. Ол не қылған тамақ деп саусағының ұшымен дәмін татады. Үйдің төбесіне шығып жатады. Бір кезде арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі үйге кіріп, үшеуі тамаққа отырады. Сосын әрқайсысы көрген білгенін айта бастайды. Бірінші болып түлкі бастайды: бәлем деген тоғайда алтын көмілген, мен оны күнде қарауылдап жүрмін депті. Сонда арыстан: ал мен болсам пәлен деген байдың күнде бір жылқысын жеп бітемін. Оның ешбір жүйрік аттары маған жете алмайды. Жететін бірақ пайы бар, бірақ оны ешкім білмейді. Бай мен ұстаған жанға бір үйір жылқысын беремін деп елге жария салыпты деп. Сонда тұрып қасқыр былай дейді екен: ал мен деген пәлен деген байдың бір тоқсын қарауылдап жүрмін. Ол байдың ауырып жатқан бір қызы бар. Кім қызын емдесе, бай соған қызымен қоса жарты байлығын беремін деп уәде етіпті. Ал ол қыз әлгі тоқтың бауырын жесе жазылады депті. Жақсылық бұлардың әңгімесін естіп алып, таң атысымен жолға шығып, олардың айтқан нәрселерін айнытпай орындап, байлыққа кеңейеді. Жылдар өтті, байлар өтті, жақсылыққа киімі өрім-өрім, әбден азған, тозған, ұсқынсыз бір адам келеді. Бұның баяғы жапан далада жалғыз қалдырып кеткен опасыз досы жамандық екен. Жақсылық жан-ау, мен саған жамандық жасаймын деп осындай халге түстім. Сен енді маған жәрдемдес, бұл дәулетті қайдан таптың, айтшы депті. Сонда атам қазақ таспен атқанда аспен ат деген. Сен маған жамандық істегенсің, мен саған жақсылық істеймін деп өзінің бастан өткен оқиғасын айтып береді. Сосын: сен қазір мына жолмен жүре берсең, алдыңнан бір үй шығады. Ол үйдің ішінде асулы тұрған бір ет тұрады. Бірақ сен ол етті жеме, тек саусағының ұшымен дәмін көр. Сосын үйдің төбесіне шығып жат. Онда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріңе қарай әрекет етсең, сен де байлыққа кенелесің дейді. Жарайды дейді де баяғы лашыққа жүріп кіреді. Жақсылық айтқандай қазан толы ет асулы екен. Қызығын көріп шыдай алмай, мына бір желігін жейінші деп, еттен де жеп, сорпасынан бірнеше рет ішіп алып, сөйтіп үйдің төбесіне шығып жатады екен. Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр үшеуі үйге кіреді. Түлкі тамақты көре салып: ойбай, мына еттің бір желігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы жоқ, біреу жепті дейді.
сол кезде зәресі ұшқан жамандық топырлап кетеді. Оны естіп қалған сақ түлкі: осы үй үстіне шығайықшы, онда бір бәле бар сияқты, депті. Үшеу төбесіне шықса, жамандық жатыр екен. Олар жамандықты бас салып ұстап алды. Сөйтіп жақсылықтан өмір сүріп, мақсат мұратына жетіпті. Ал жамандық болса, жамандарының қолына түсіп, қор болыпты.